Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. You was fucking liars. Thought that I should let you know. Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Подписаться басып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз фотолардан қандай креативті әдемі видео жасап шығаруға болады. Ол үшін бізге CapCut деген модульді қосып керек болады. Ной проектті басамыз. Фото деген жерде өзімізге керекті әдемі фотоларды жүктеп, осылай белгілеп аламыз және давайте басып жүктеп аламыз. Енді осында астындағы форматын бірден салып алайық. Астындағы форматты бассаңыз, мен жерде 16:9 YouTube каналының форматына қойып жатырмын және айналасындағы артық жерлерді үстеп жасап қоюмен осы фотоны размерін үлкейтіп аламыз. Барлығын үлкейтіп алдым. Былай жасап қоймасам бәрін фото қойып қойдым. Енді осыларға біз әдемі эффект беру үшін қалай жасаймыз? Фотоны үстін басып тұрамыз. Яғни мына жерде астына фотоны басып қоямыз және астына қарап отырсаңыз стиль деген бар. Соны басқанда мына жерде әртүрлі сіздерге көрсетіп жатыр. Сол жерде бізде pop-up альбом дегенді басқым келіп тұр. Осындай әдемі жасады. Немесе бұл эффект ұнамай қалса, мынаны басқа эффект жасауға болады. Мысалы мына эффект жасап баратын сияқты. Осыны қарап көрейік. Мына 3D эффектті үстіп екіншісін басамыз. Енді үшіншіден тағы стилді басамыз да, мынаны pop-up альбомды осыны әкелім келіп тұр. Қарасаңыздар, екіншіде осындай эффект берді. Осылай барлығын каждыйын жасап шығамыз. Қояқ бұнда. Қарасаңыздар, осындай фотоны мынандай әдемі болады. Мынаған зумды қойып берейік. Zoom Pro деген тұр. Соны мынаған қойып келіп тұр. Сонда қарасаңыздар, осылай әдемі шықты. Және келесін мынағанда қойылады. Өзіңізге ұнаған стилінде бітіп алдына жазылып қарауға болады. Бізде теңселіп тұрған. Осылай барлығын стилін жасап шығарамыз және үстіндегі ең үстінде строкын басып, үстінде экспорт дегенді басып сағайтып аламыз. Және астына қарап видеоға музыка қоюға, текст қоюға, стикерлер қоюға, үстіп өзімізге керекті әлеуметтік желілерге әдемі видео салуға болады. Достар, егер видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Кездескенше.